Ассалаумағалейкум, сіздермен бірге ауылдың жігіті Жәнібек. Бүгінгі видео контентте әйнекті кесу, яғни шиша дейді, шыны әйнекті кесу видеосы, яғни тереге салынатын әйнекті қалай кесеміз. Әйнекті осындай қарапайым әйнек кескіш құрылғысымен кесеміз. Бізде қазір гластон дейді. Бағасы 400 теңге ма, 500 теңге ма, сондай, немесе 300 теңге, ұмытып қалып қаншаға сатып алғанымды. Кәдімгі яғни роликті әйнек кескіш дейді бұны. Өте жақсы, ресейлік. Осымен қалай әйнекті кесетін боламыз. Ол үшін мысалы бізге керекті өлшемді өлшеп алу керек. Осындай ұзғыш болмасындай осындай түзу ағашты аламыз да белгіленген жерден сызып аламыз. Мысалы, шыны жатқан жердің асты тегіс болу керек, сын көтпеу үшін. Бізге керек өлшемді алып, осындай фломастермен түзу сызық салып аламыз. Мына келмейді, осылай. Мынаны аламыз. Мына жағымен тіреміз. Немесе ролик жағы. Бірінші кесетін басында кішкентай ролик бар. Сол роликті мысалы сызыққа түсіріп аламыз. Ағашымыз қисықтау. Міне түзу жағын салайық. Маңыздысы беті бірінші сызыққа салып, басын сыз жүреміз әйнек. Сосын әйнек кескішті қаттырақ басып, сызып өтеміз. Дұрыс сызылмайды. Су жаңа ұлғасында қайт. Осылай сызып кесіп болғаннан кейін бұлай жасаймыз. Мынаны шығарамыз. Сосын жайлап астынан соғамыз. Яғни кесілген жерден. Міне бізге керек жерінен бөлінді. Алып тастаймыз. Тағы да бір мәрте кесейік, керек өлшем алу үшін. Кәдімгі қарапайым әйнек кескіш. Базарда 300 теңге тұрады деймін. Нақты бағасын ұмытып қалып отырмын. Бұлай тұр. Бірінші бас жағына бүйтіп керсіз жүру керек. Сосын бүйтіп қаттылап басып тұрып, тағы да бір мәрте өтеп шығады. Шиді кесу өте керек, маңызды. Яғни әйнекті сыну үшін. Былай шығарамыз да, сәл бір ұрамыз астынан. Міне кесілді. Айна кесуде де ешқандай қиындық жоқ. Айнаны қойып, осылай түзу жерге
осындай түзу ағаш бір нәрсе қойып аламыз. Жанын тірейміз. Бір шетін сыз жіберуге тырысамыз. Былай ыңғайлы шығар. Қаттырақ сызу керек. Сыздық. Не үшін сызған қазір түсіндіремін. Содан осылай кетеді. Бір сызып өттік. Содан айнаның астына осындай бір нәрсе ағаш салып жібереміз. Ағаш сызғышты. Сосын бетіп, мұны шиге тіре жүреміз сызған жерге. Одан міне белелеп шетін басамыз. Сонда көрдіңіздер ме? Осылай оңай әдемі. Яғни бір жағын әдейілеп бірінші қатты сыз жүрдік, сосын барып түзу салдық. Яғни сызған жеріміздің астына осындай кішкентай бір нәрсе биіктетіп қоямыз. Осындай шеге болсын, шуруп болсын, кез келген нәрсені сызылған астына салып, тіреп тұрып тек бір шетін басып қоямыз. Сол кезде міне түзу, әдемі, оңай ұсынылады. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басамыз, комментарий жазамыз және жақындарымызбен бөлісеміз.